Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз құрманың 10 түрлі пайдасы. Сіздермен бірге мен Қасен Айданы. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттердің құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және де өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Бірінші, емдік қасиеті. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екінші, емдік қасиеті. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшінші, емдік қасиеті. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кем-де-кем кездеседі екен. Төртінші, емдік қасиеті. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Бесінші, емдік қасиеті. Миягын жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса, тез жазылады. Алтыншы, емдік қасиеті. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Жетінші, емдік қасиеті. Құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Сегізінші, емдік қасиеті. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншы, емдік қасиеті. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншы, емдік қасиеті. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.